ата ананың қадірін бала болғанда түсінесің деген рас қой, иә. Жаңа поликлиникаға барып келдік. Кіші бала мен үлкен баламызды алып екеуіне дәрігерге көрсетіп, сонымен бұл просто бір ғана ситуацияда бір ғана су тер болып, жолда біреуі жылап, екіншісі оған қарап жылап, сонымен поликлиникаға врачтың алдына біреуін мен ұстап отырамын, папасы далада, екіншісін ұстап отырады, біреуін алып барған кезде. Сондай қыз. Бұл бір ғана моментте оның тамағы, ұйқысы, жуындыруың, киімін тазалауың, үйіңді тазалауың, жұмыс істеп оның тамағын алуың деген сияқты моменттің бәрін санамаған да. Сол бір ғана поликлиникаға просто барып келгеннің өзі не деген көрініс деймін да, көрініс. Бізде мысалы қазақтарда әке шешеңді сыйлаңдар, біздің дінімізде де айтады, ата аналарыңды сыйлаңдар деген сияқты. Соның барлығы в собой өте үлкен еңбек, балаға сіңіретін, иә. Сол үшін айтады ғой, иә, қазір современный психологияда айтады, иә, никто никому не должен, ребенок родителям не должен деген. Ол рас, иә, ол бай қарап тұрсаң, не должен деген сияқты нәрсе бар, бірақ бізге біреу жай есікті ашса, бір жерге кіріп бара жатқан есікті ұстап тұрса, ашып, иә, соның өзіне рахмет айтамыз. Автобуста біреу орын берсе, соған рахмет айтамыз. Неге біз сонда сонша бізге еңбек қылған, табиғатта ең әлсіз болып туылатын ол адамның ғана баласы екен да. Себебі жануарлардың баласы туылады, төрт аяққа тұрып кетеді бірден. Ал адамның баласы өсіп жетіліп, өз тамағын өз аузына салып жегенше, өз табыс таба алғанша, өз қамтамасыз ете алғанша өте көп жылдар кетеді. Ол әке мен шешенің целым үлкен өмірін алады. Сол үшін неге сондай бізге еңбек қылған адамға рахмет айтпасқа деген ой келді да. Айтпағым сол, ұзын сөздің қысқасы. Осы видеоны көрсеңіз, әкеңізге, шешеңізге, немесе кім сізді бағып өсірді, сол адамға рахмет айтуды ұмытпаңыз.